Good day, dear pupils. We are going to talk about summative assessment for the unit Holidays and Travel. Бұл 6 сыныпқа арналған Holidays and Travel атты 6-шы бөлім бойынша, яғни жиынтық бағалауды айтпақшымыз. Reading, бірінші, яғни оқылым, оқып, текст оқып, яғни true false тапсырмасын орындауымыз керек. Мына жерге жазылмайтын болғанда мен қосымша парақ ашып, сіздерге 1-2 деп жазып отырамын. Summer holidays бұл жазғы каникул, немесе мейрам күндері, иә. I always enjoy summer. Мен бірден аудара берейін, иә. Мен жазды жақсы көремін. Жазда өткен демалып, мектеп туралы ұмытуға болады. Және де ерте тұрмаймын. Кез келген уақытта достарымды көре аламын. Мен отбасыммен бірге қарсы алған жақсы көремін, яғни демалысты. Өйткені біз ата-анамызбен бірге бір жаққа барамыз, жүзгенді жақсы көреміз, күннің астында жатқанды. Бірақ бәрінен бұрын маған сондай лагерь қылып, яғни бір жаққа барған ұнайды. Британияда бізде көптеген әдемі жерлер бар, тіпті одан сыртқа шығуға болады. Британияда Девон, Сомерсет, Скотланд, Шотландияға барған жақсы көремін. Ең жақсысы мен үшін Йоркшайр. Ол өте жақсы жер. Әдемі, яғни фантастикалық көне ғимараттар бар. Тек қана бір проблема, ол ауа райы. Өткен жылы менде 2 сондай демалыс болды. Біреуі Сомерсетта, бұл кішкентай ғана ауыл, яғни теңіздің жағасындағы, және екінші Наполис, Италиядағы. Италияға мамаммен бірге бардым, пойызбен, және ол есте сақтайтындай болды, яғни ұмытылмайтындай. The Burning Term usually has a relaxing timetable in the summer. Яғни өте демалысы күшті болады, иә? Бұл дұрыс. Көрінішін барынша үлкейтейін. First is true. Second, Sam prefers not to remember about school during vacation time. Яғни ол сол демалыс кезінде мектеп туралы ойламайды. Бұл да шындық, иә, ол туралы. Sam wants to spend his holiday with his friends than with his parents. Ата-анасынан гөрі достарымен өткізгісі келеді. Жоқ, бұл дұрыс емес. Екеуін де дұрыс жақсы айтып отыр, иә. Яғни ең жақсы көретіні күн астында жату дейді, ал жоқ, ол лагерді көбірек айтты, сондықтан бұл да дұрыс емес болады. Dislikes weather in Yorkshire. Я, бір проблема ол ауа райы деп айтты, сондықтан бұл дұрыс болады. The next, the most exciting experience was a trip Somerset. Мен келісуге де келіспеуге де болады. Бұны қазір дұрыс жауаптан шығарып көрейік. Бұны false деп алыпты, жоқ, дұрыс емес деп, иә. Өйткені соңында unforgettable, ұмытпаймын деп Италия туралы айтып тұрған. Келесі тапсырма writing, досыңа хат жаз, немесе открытка. Яғни басы аяғы болу керек, present continuous tense қолдануымыз керек, яғни дәл осы шақта сол жерде болып жатқандай жазуымыз керек. Мысалға, my friends and I are leaving for Canada soon. Яғни достарыммен Канададан кетіп қалайын деп жатырмын, жақында бір жаққа барамын. Яғни не жазуымыз керек? What are you doing at the moment? Мысалға 4 сұраққа жауап беруіміз керек, иә? Дәл қазір не істеп жатсың? Қай жерге қонасың? Ауа райы қандай? Және кешкісін немесе ертең не істейсің? Және қандай план бар? Dear my friend, деймін, сендер өздерің достарың атын жазсаңдар болады. My friends деген дәл сондай қылып бастайық. My friends and I are living for Kazakhstan. Так, Қазақстаннан сыртқа шығайық. Kazakhstan soon. Так. Бұл жаққа баратынымызды айтайық енді, иә. We are going to
Germany мысалы Германияға қай жерде қонақтайсың? Так, we are staying қонақ үйге барамыз, иә? At the hotel weather it is sunny күн шықты және жылы дейді. And warm today. Бұның бәрін орысша жазамыз, себебі бұл қосылмалы орысша. Не істейін деп жатырмыз? We are going to swim. Так, жазамыз. And қыдырамыз, иә? Walking in the city. Қалада. Енді ертеңге we will мен алсақ, to be going to'дан гөрі will да өттіңдер, иә? We will take photo and go to the mountains. Және суретке түсеміз, және де тауларға барамыз. Mountains tomorrow, ертең. Енді соңында қоштасып нәрсе жазу керек, иә? Write me back. Жауап жаз. Write me back. Take care деп жазсақ, өзіңе абай бол. Деп сосын өзіңнің атыңны шетке. Мысалға Alice. Деп соңына атың жазасын. Шетке үтір қойылады. Соңына нүкте қойсаң да қоймасаң да болады. Мінекей қысқаша шықты осылай. Сонымен болды. Өзі 2 тапсырма бір жоба сендерде. Мінекей үлкейтіп толықтай көрсетсем. Осындай хат шықты, иә? Хат десек те болады, іште открытка десек те болады. Сұрақтарыңызды жазып және лайк басуды, каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Hey, goodbye, good luck to you.